Денди бар ғой, Сега. Соны сатып алып, кәдімгі OLX-та бар екен ол. Мен сатып алып бір ойнағым келеді да соны. Өйткені біздің заманымызда сол өте бір таңсық, бір 95-тен кейінгі кездер ғой енді. Енді бір солар біздің ауылға келіп, ілеуде бір үйде бар, соны ойнағымызге барып, ол бермей, о бала бәлсініп деген сияқты, сөйтіп қолымыз жетпей, сөйтіп неттік қой. Енді қазір ойнағым келген сияқты, мен балама қазір бір телефон ойнап жүріп жатса, болмаса бір әлде бір ойын ойнап жатса, бір ойнашы деймін да балам. Иә, бір қадағалаймын, ол бір сағаттан көп көттесін, или жарты сағаттан көп көзін ауыр қамасын деген қадағалаймын, бірақ бір алаңсыз ойнасыншы осы деген бір рұқсаттар беремін да. Неге? Ертең мен сияқты бір жасы 35 асқаннан кейін ойын ойнап жүрмесінші. Өйткені бір бала деген, бір бала болғаннан кейін өзі қызығып тұрған нәрсеге қанып өсуі сияқты керек сияқты болып көрінеді маған. Ол қазір бала болып ойнамаса, ертең ол ересек болған кезде ол балалық қылығын бір қайталап, сол қанбай қалғанын істеп жүретін сияқты да. Қазір анау лудомания, болмаса бір казино ойнап кетті, автомат ойнап кетіпті дегендердің түбі бір сол жақта жатқан шығар деп ойлаймын мен. Ойынға, бір азартқа, бәрібір оның ішінде бір жаңа жеңіс, бір нәрселерді атып құлату, жаңа мерген, танк деген сияқты бірдеңкелер бар ғой, бір азарт беретін бірдеңелер бар ғой. Сол нәрселерге бәлкім бір қанып өскені де дұрыс шығар деп ойлаймын да мен.